Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен сол баяғы әрекет достар. Бүгінгі видеоның тақырыбынан, сондай превьюдан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін бізге басқа мемлекеттен, яғни Қытайдағы достарымыздан келген керемет микрофонға обзор түсіретін боламыз. Әрине, дәл қазір менің қолымда Fine, әрине көп жерде Fine деп атап жатады, но бірақ шынайы аты Fine деген микрофон, яғни бізде AM8 атты моделінде келген болады. Ал бұған бізде қосымша сондай Қытайдағы достарымыз тағы да микшер салып жүрген болатын. Әрине бұл стримерлер үшін өте керекті нәрсе, яғни бір кнопканы басу арқылы бүкіл панель тура алдында тұрады. Бір сөзбен айтқанда, олай болса достар, біз обзорды бастаймыз, ал сіздер дәл қазір каналға тіркеліп лайк басып тұрсаңыздар, ендеше мұна екеуінің коробкада тұрған жарамас, кеттік, ашайық. Мінеке достар, көріп тұрғандарыңыздай біз коробкадан шығарып алдық. Міне дәл қазір сіздер оның шынайы бет бейнесін көріп тұрсыздар. Бізде кішігірім айтқанда біздің компьютердің столымыз кішігірім бір дауыспен айналысатын запись, яғни студияға айналып кетеді. Тіпті қараңыздар, біздің мына микрофонымыз яғни динамический болып келеді, ал біздің мына микшеріміз сондай динамический и тіпті компрессорный режимде жұмыс жасай алады. Яғни екеуінің үйлесімділігі 100%. Сондай-ақ бізде бұл екеуін XLR кабельмен қосуға болады, яғни сіздің дауысыңызды айқын шығаратын болады. Яғни менің алдағы видеоларымнан сіздер көрсеңіздер, яғни тыңдап көрсеңіздер болады. Біздің көріп тұрған микрофондарыңызда әрине RGB подсветка бар, тіпті оны өшіріп қоюға да и әртүрлі түстерге қоюға болады. Яғни сіздің компьютерный столыңызда кішігірім атмосфера сыйлайтын болады. Ал бұндай подсветка біздің микшерімізде де бар, яғни дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай, бұның да түсін әртүрлі, яғни өзіңіздің компьютеріңіздің столыңызды қандай цветте жинадыңыз, солай өзгерте беруге болады. Бұл микшердің арқасында сіздер өзіңіздің микрофондарыңызды 1 секундтың ішінде настройка жасай аласыздар. Яғни бұл бізде жай шығатын микрофондарды 50 децибелға шейін көтереді. Яғни усиление микрофона бізде 50 децибел. Микрофоннан бөлек сондай-ақ наушниктің и тіпті компьютердің динамиктерінде бірге тығып қоюға болады. Яғни бүкіл аудио система сіздің қол астыңызда тұратын болады. Әрине бұл сондай удобный, яғни бір кнопкамен барлығын басқара аласыз. Наушниктің дауысын түсіріп қоюға болады, и тіпті динамик болса, яғни менікінде динамиктер болса, оның да дауысын түсіріп қоюға болады. Тіпті PlayStation-да қосып қоюға болады. Немесе кішігірім наушник тағып алып, өзіңіздің дауысыңызды өзіңіз естіп отырсаңыз болады. Әрине ол дауыс эфирға, тіпті ойында да басқаларға естілмейтін болады. Яғни бір сөзбен айтқанда, өзіңіздің дауысыңызды настройка жасауға сізге көмектесетін болады. Одан бөлек достар, бұл микшермен сіздер өздеріңіз достарыңызға пранк ұстай аласыздар. Яғни дауысты өзгертуге болады. Көбісі әрине программа арқылы жасап жатыр деп ойлап қалуы мүмкін, но бірақ та бізде мына жақта Change Voice арқылы кнопкасын басу арқылы сіздер өздеріңіздің дауысыңызды кішкентай баланыкін, үлкен ағаның, қазір оны алдағы уақытта сіздерге естіртетін болам. Лайк басыңдар, міндетті түрде, түсіндер ме, лайк басыңдар. Дәл осылай пранк жасауға болады. Сондай-ақ бізде өзіңіздің настройкаңызды сақтауға арналған 4 қосымша кнопка берілген. Әрине оларды басып тұру арқылы өзіңізге ұнаған настройканы сақтап алсаңыз болады. И және де әрине микрофонды 48 вольтқа ауыстыруға болады, яғни көбейтуге. Бұл кейбір микрофондар үшін өте тамаша, яғни дауыстың анықтылығын көбейтетін болады. Ал дизайнына келетін болсақ, дәл қазір менің қолымда бұл әрине пластиктен жасалған. Мынау кішігірім енді студия болып кетті, бір сөзбен айтқанда. Прям барлығы өте жақсы, тез жұмыс жасайды. Андай бет тұрып қалу, андай қатып қалу деген сияқты темалар болмайды. Микрофонымызға келетін болсақ, әрине бұны осы микшерге XLR кабель арқылы тығуға болады, немесе Type-C арқылы USB мен компьютерге тығып қоюға болады. Ал егер де сіздер бұны USB, яғни Type-C арқылы қосатын болсаңыздар, онда бұл жерде подсветка жұмыс жасайтын болады, ал XLR мен микшерге қосатын болсаңыздар, әрине сіздерде подсветка қосылмайтын болады. Ал тіпті екеуіне де, яғни XLR сондай Type-C мен қосып қойсаңыз, сізде екі микрофонды компьютеріңіз көретін болады. Дизайнына келетін болсақ, бізде осы микрофонның алдыңғы бөлігінде сенсорный подсветканы, яғни цветтерді өзгертетін кнопка берілген. Сондай-ақ оның астында бізде усиление микрофон, яғни 70 децибелға шейін көтеруге болады. Бұл микрофонның настройкасын, яғни характеристикасын айтатын болсақ, 20 Гц-тан 20 кГц-ға шейін көтеріледі, яғни естіле береді. Сондай-ақ бізде астыңғы екінші микшер бұл әрине наушник, яғни бұған мұны артында өзінің радиомы бар, 3.5 мини джекті тығып,
өзіңіздің наушникпен осыны тыңдасаңыз болады. Тіпті дауысын көбейтіп азайтуға да болады. Ал бізде артында ең қызығы бұл біздің кәдімгі қолданып жүрген микрофондарымыз сияқты сенсорный жаңағы микрофонды өшіріп қосатын сенсорный кнопкасы да бар. Әрине, көп сөйлеп не істейміз? Дәл қазір біздің компьютерге қосып екеуінің үйлесімділігін тексерейік. Сондай-ақ дауыстың анықталығын да тексеріп көрейік. Мінекей достар, микрофонды компьютерге қостық. Дәл қазір мен бұл микрофонның өзін, яғни тікелей қосып қойған болатын, яғни әлі микшерді қоспадым. Мына жақта бізде чувствительностьті өзгертуге болады, яғни дәл қазір мен дауысым төмендеп жатқан естудесіздер. Тіпті түсіре береміз, яғни дауыс өте қатты төмендеп кетеді. Сондай-ақ бізде мінекей микрофонды да өшірем. И мінекей қайттан микрофонды қосқан болатынмын. Ал енді біз осыны микшерге қосып, микшердің қандай көмегі тиетінін қарайық. Мінекей достар, дәл қазір мен осы микрофонды микшерге қосқан болатынмын. Ал енді қараңыздар. Бізде дәл қазір компрессор режимінде тұр, ал біздің бұл микрофонымыз, яғни динамикалық болып келеді, сондықтан біз динамический ауыстырайық. Мінекей достар, мен дауысым әлде қайда қатты естіліп кетті. Бізде мына жақта төменде көрсетілген кнопкалар арқылы біз бұны әрине өзгерте аламыз. Мінекей тіпті мен дауысымды былай өзгертсем болады. Ассалаумағалейкум достар. Мынау бізде келесі режим. Ассалаумағалейкум. Бізде тағы да келесі режим. 1, 2, 3, 5 тест микрофоны файн. А мынау бізде, яғни кішкентай баланың дауысы файн AM8, сондай-ақ бізде SK3 микшермен бірге тексерудеміз. Лайк басыңдар, міндетті түрде, түсіндер ме лайк басыңдар? Ай, балам, айналайын, лайк баспадың ба? Молодец, сен дәл қазір түсіп астыға лайк басу керексің деп қоясың. Көрдіңдер ма достар, осылайынан өзгерте беруге болады. Дәл қазір мінекей біз бұны өшіріп тастадық. Әрине, көріп тұрсыздар ғой бұндай микрофонның қандай көмегі бар екен. Әрине, көптеген стримерлер үшін өте ыңғайлы бір микрофон десек те болады. Сондықтан міндетті түрде қарап шығыңыздар. Мүмкін сізге ұнап қалуы мүмкін микшерсіз әлде микшермен. Ал сізге қай дауыс ұнады? Микшермен әлде микшерсіз? Міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арекей, және де мен Қытайдан келген достарым файн. И всем пока, чао, давайте.